Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлнар. Бүгін осындай жүп-жұмсақ, әрі үлпілдек болып шығатын дәмі керемет бәліштерді жасап әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: 2 жұмыртқа, жарты қасық тұз, 70 грамм қант. Барлық заттарды шанышқымен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 30 мг күнбағыс майын және 30 мг сары май құямыз. Үстінен жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, және де 10 грамм ашытқымызды салып, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илеп шығамыз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Қақпағын жауып 1-2 сағатқа тұндырып қоямыз. Міне қамырым көтерілді. Оны тағы бір рет қайтарамыз. Негізі бәліштерді пісірген кезде қамырды 2-3 рет қайтарса, сонда бәліштеріміз воздушный болып шығады. Қамырымыз әдемі болып көтерілді. Оны пышақпен 2-ге бөліп, майда-майда бөліктерге кесіп шығамыз. Әр қамырымызды осылай домалақ формаға келтіреміз. Оқтаудың көмегімен қамырымызды дөңгелетіп жайып аламыз. Үстінен қант сеуіп шығамыз. Видеода көрсеткендей пиццерезкамен кесіп шығамыз. Жайменен шетінен алып, орап шығамыз да, 2 жағын бір-біріне жабыстырамыз. Мен алдын ала форманы маймен жағып алдым. Үстінен үстіп форманың ішіне қойып шығамыз. Екінші формамызға жай ғана қамырларды дөңгелетіп салып шығамыз. Беттерін орамалмен жауып, 20-30 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Минут уақыт өтті. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, жақсылап араластырып, бәліштеріміздің бетіне жағып шығамыз. Бәліштердің үстіне мен мак сеуіп шықтым. Міне осындай 2-3 есе көтеріледі бәліштеріміз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп алдым. Міне қыздар, өте жұмсақ, әлі дәмді, енді бар ғой, енді сіздерге жасап көрге кеңес беремін. Егер де мен видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар.